Бұл мен естіген ең миға қонымсыз қылмыс. Бұл оқиға Джоннан басталады. Оның жасы 40-та және Колорадода тұрады. Оның жұмысы мәйіттермен байланысты, яғни оның жерлеу компаниясы бар. Бірде Джон ойланып отырып байығысы келеді. Мұндай мүмкіндік 2019 жылы пайда болады. Оның жұмысындағы мәйіттерге арналған тоңазытқыш істен шығады. Джон бірнеше тоңазытқышты жөндеуге көп ақша кететінін ойланып, жай ғана мәйіттерді алып тастай салады. Ол енді тоңазытқыштың арендасын төлемейді, электр жарығын да жұмсамайды. Жалпы таза экономия болды. Сонымен қоса ақша да келіп жатты. Ол жерде крематорий да болатын. Білмейтіндер болса, ол мәйітті жағып күлге айналдыратын орын. Сөйтіп клиенттер кремацияға мәйіттер алып келеді, ал Джон оларды қоймаға шығарып тастай береді. Қайтыс болғандардың отбасы жақындарының күлін сұрап келе бастайды. Күлдің орнына не берді деп ойлайсыз? Ол дүкеннен құрылысқа арналған бетон қоспасын салып береді. Әрине жақындары ол туралы мүлдем білмеген. Бір жолы жерлеуге мәйіт берерде керек адамды таба алмай ол қоймадан қолына түскенін ала салған. Ақша болса тоқтамай келе берді. Ол іште не болып жатқанын басқалары көрмес үшін терезелер ауыстырып есіктерге жазулар іліп қояды. Ал бұл уақытта қоймадағы мәйіттердің иісі жайлап шыға бастайды. Компания жұмыскерлерінде бұл қайдан шығып жатқан иіс деген сұрақтар пайда болады. Джон оларға бұл мүмкін жануарлардан шығар, мен оларды жақында қатырып қойғам дейді. 2020 жыл пандемия басталады. Барлық бизнестар жабылады, үйден шығуға болмайды. Жалпы естеріңізде шығар. Сөйтіп Америка билігі кәсіпкерлердің бизнесі тоқтап қалмас үшін қаржылай көмек көрсете бастайды. Бұл туралы Джон да естиді. Солай де, қайтарымсыз ақша ма? Онда мен де алам. Олар әйелі Кэрримен бірге өтінім береді және құжаттары қабылданады. Ақша қалтада. 2021 жылы қоймадағы иіс одан да қатты шыға бастайды және олар екінші қойма сатып алады. Олар әйелі екеуі сол жыл мемлекеттен тағы бір көмек алады, ал келесі жылы үшіншісін алады. Жалпы есеппен мемлекет оларға $882 мың ақша табыстаған. Берген ақшаға тоңазытқыштар жөндеп, барлығын қатырып қойды десеңіз қателесесіз. Ақша болмайтын заттарға жұмсалды. Бұл уақытта қоймадағы денелердің иісі сыртқа шыға бастайды және әрине сырттағы адамдар шағымдар түсіреді. Олардың біреуі шыдауға мүмкін емес иістің шығып жатқаны туралы полицияға хабарлайды. Сөйтіп Джонның компаниясына ФБР келеді. Ішке кіріп қойманы тексергенде олар 190 мәйіт тауып алады. Ойлаңызшы, бір-біріне қаланған 190 адамның денесі жатқан. Бұл 2019 жылдан бастап 4 жыл бойы жиналған денелер. Бұл уақытта Джон әйелімен бірге Колорадодан Оклахомаға қашады. Дегенмен жолдың барлығы жабық болды. Сөйтіп екеуі де ұсталынады. Ал енді олар қайтыс болғандардың жақындарына компенсация төлеу керек. Қайтаратын сома $950 миллион құрайды. Сот шешіміне келсек, Джон 20 жылға сотталады. Осымен бүгінге айтарым осы. Қызықты оқиғалар өткізіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.